Алла тағала негізінде осы жерде бәрімізге керек сөздерді айтқызады. Өйткені бір жапырақ жерге Алланың қалауы түспесе, ендеше осында қандай да тақырып айтылып жатса, ол Алла тағаланың қалауымен айтылып жатыр деген сөз ғой. Яғни мен бұрын оны естіген, білемін деген нәрсе кішкене тәкаппарлық болып қалады. Неге? Өйткені Алла тағала айтқызып жатыр ма, яғни саған керек. Оны сен 10 рет естіп жатсаң да, саған керек болған дүние, яғни сенің бір түсінбеген нәрселерін қалыптаған сол жерде. Сол үшін Алла тағала саған естіріп жатыр деп, осылай қабылдауымыз керек екен. Мен бұны айтып отырған себебім, аяттың мағынасында Алла тағала әр күні шұғылдануда, әр күні жаратуда деген сияқты мағынада айтып барда, әр күні бір нәрсе істеп жатыр. Алла тағала ешқандай жаратып тастап демалып жатқан жоқ деген сияқты ғой. Сонда бүкіл әлем Алла тағаланың назарында, құзырында тұрса, Алла тағала жаратып жатыр, біреулердің жанын алып жатыр, біреулерге жан беріп жатыр, біреулерді байытып жатыр, біреулерді ауыртып жатыр деген сияқты Алланың қалауымен, Алланың құдіретімен болып жатыр бәрі. Алланың даналығымен болып жатыр. Ендеше біздің өмірімізде де бір нәрсе болып жатса, бәрі Алланың қалауымен, даналығымен болып жатыр. Осы жерге келген кезде бір сөз естіп қалсақ, Алланың даналығымен болып жатыр. Сонда біз өзіміз ойдан шығарсақ, қырекең отырып, мен осыны айта салайыншы деп айта салған дүние емес, оны ойына Алла тағала салып жатыр. Неге? Өйткені осы жердегі жамағатқа сол керек болады деген сияқты. Сол сияқты біздің жалпы бүкіл өмірімізде бір адам бізге жолықпаса, таңертең үйден шыққанда күні бойы неше түрлі оқиғаларға жолығамыз ғой. Соның бәрі өзінен өзі болып жатқан жоқ. Өзінен өзі болып жатыр деп ойласақ, онда біз атеистік жүйе деп санамыз солай да. Өзінен өзі болып қалды. Кездейсоқ болып қалды. Кездейсоқ болмайды. Не болса да Алланың қалауымен болады. Сондықтан да біз мұсылман ретінде әрбір сәтімізден, әрбір кездескен адамнан, әрбір болған оқиғадан ғибрат алуымыз керек. Не үшін бұлай болып қалды? Неге бұлай болады? Неге маған бұлай сөйлеп жатыр? Неге мен бұл сөзді естіп жатырмын? Мысалға, кәпір адам айтып жатса да, көшедегі бір мас біреу айтып жатса да, сізге сөйлеп жатыр да бірдеңе. Оянуымыз керек та, өзіне сөйлеп жатқан жоқ дегенде. Ар жағында Алла тұр. Бұл не маған сөйтіп сөйлеп жатыр? Мысалға, өзінен өзі бір мас сізге тиісіп мүмкін. Бірден бір өзінше сақал болып алсын ғой деген сияқты. Ойлайсың ғой, ақиям менде не сұрады ма? Деген үшін саған сөйтіп ойлайсың басында. Ал бірақ ол өзінен сөйлеп жатқан жоқ негізінде. Сізге бір нәрсеңізге тиісіп жатса, Алла тағала оған тиіскізіп жатыр да, сізге ойлан деп жатыр, сізге ойлан деп жатыр. Ананың мастығында, оның ішкенінде сіздің шаруаңыз болмасын, өзіңмен әуре бол дейді. Шәкәрім атамыздың сөзі деп тарап жүр ғой. Біреудің мінін көргенше, қателігін тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Сонда басқа адамдар бізге керек, бізді тәрбиелеу жолындағы бір ұстаз екен ғой шығар. Мен бармын өмірде. Мен бармын, мен тірімін, мен жүрмін, осы сынақта өтейін, Алла тағала разылық табайын. Ендеше маған бір адамдар арқылы бір нәрселер келіп жатса, ол адамдар маған ұстаздық жасап отыр. Жаңағы ішіп алған бір алқаш деп айтсақ артық кететін сияқты да. Ішіп алған кісі маған жыныма тиетін бір сөз айтып, мені ашуымды кетіріп жатса, мен ойлануым керек та, мен неге ашуланып жатыр? Не үшін? Не үшін? Ана кісіде жатарым жоқ. Ал ана кісіге бүйтіп алып кетсем, ой алқаш, өзіңе қарамайсың ба? Түріне қарамай маған сөз айтады десем, болды, мен өзімді ұмытып кеттім. Мен өзімді тазалап жатқан жоқ, өзімнің ойыммен өзім алысып жатқан жоқ. Мен басқа адамдардан алысып кеттім. Ал мен мұсылман адам өзіне қарап отырмын. Сол үшін Құранда нәпсінің дәрежелерін айтады ғой. Естігендеріңіз бар ғой? Жалпы 7 түрлі нәпсінің дәрежесі бар деп айтады ғалымдар. Яғни нәпсі деген сөз адамның жаны ғой, бір мағынасы. Яғни адам жанының 7 дәрежелері. Соның мысалға екінші сатысында лауама деген нәпсі бар жаңағы. Өзін өзі сөгуші нәпсімен ант етемін дейді ғой Алла. Сондай аят бар. Сонда сол дәрежеге адам көтерілген кезде дейді, адам басқа адамдарға шаруасы болмайды дейді да, өзін тексере бастайды. Өзін сөгеді, өзін аңдиды, өзін тәрбиелейді, өзін түзейді, басқа адаммен шаруасы жоқ. Бірден болып қалды, мен не істеуім керек? Алла тағала менен не талап етіп жатыр? Ойы өзінде. Стрелка дейміз ғой, стрелкасы өзінде. Мысалға олай екен ғой, пенделік болғаннан ұмытып кетесіз. Бірақ жалпы сол, мысалға әйеліңізбен ұрсыспаңыз. Біздің ең осал жеріміз ғой. Сол кезде жаңағы әйелімізді тәрбиелегіңіз келіп, әйел нашар, мен мықты болып деп әйеліңізбен алыса бастасаңыз, сіз өзіңіз ұмытып кеттіңіз. Ал бірақ сол кездің өзінде ол әйеліңіздің сөзі орыс сөз сияқты болып сізге сезіліп тұрса да, мен неге бұл сөзді естіп жатырмын? Алла тағала неге маған бұл сөзді естіп жатыр? Десеңіз, сонда сізде тазаланып жүреді, сізде өсу болады. Басқа да сол сияқты жаңағы кейде
патша бізге ұнамайтын бір нәрсе істеуін, әкім ұнамайтын бір нәрсе істеп жатыр да. Бірақ сонда мұсылман адам ол жақты сәл қоя отырып бірінші өзінен бастайды. Мен неге? Мынандай болады. Осыған байланысты ма? Амал жоқ. Біздің психологияда бір нәрсе бар, сізді түсінуге оңай екен, сол нәпсінің дәрежесін түсіндіреді. Мынандай Карпман үшбұрышы деген бір не бар. Ұғым бар, ол психологтардың бәрі біледі. Карпман деген ғалымның аты ғой. Сонда айтады, адамдар өзі үш түрге бөлінеді дейді. Былайша айтқанда, әлі ересек күйге жетпеген, әлі өзін өзі дұрыс түсінбеген адамдардың үш типі болады. Оның біріншісін көп естіп жүрген сөздеріміз жертва дейді орысша, қазақша құрбан. Өзін құрбан сезінетін адамдар. Білесіз бе? Құрбан немесе қазақша жәбірленуші дейміз ғой? Жәбірленуші. Өзін құрбан сезінетін адам екен. Екіншісі, ендеше осы құрбанды езіп жүретін тиран адам. Осыған шабуыл жасап жүретін адам. Ол кім? Тиран дейді, қазақша қалай деп айтсақ болады. Тиран деген түсінікті алған керек тиран деп, жәбірлеуші болашақ та. Мынау жәбірленуші болса, мынау жәбірлеуші. Тиран тұра берсін түсінікті ғой. Үшіншісі құтқарушы деп аталады екен. Осы үш түрлі адам болады дейді. Бұл үшеуі де былайша айтқан кезде оншалықты бір жаңа айтып қой, ересек адамның ұстанымы емес, ересек адамның позициясы емес дейді. Құрбан адам мынандай адам еді. Ылғи жылап жүрдіңдер. Осы менің ақ жолым болмайды. Осы біз осы имамдар жарымай өтетін болып қой десеңіз, құрбан имамсыз. Өзіңізді құрбан сезінесіз. Мен жүрген бір бейшарамын. Мысалға, құрбан болған адамдардың ең жаман түрін айтайын сіздерге. Мынандай адамдар бар да, қай ортаға түссе де ылғи таяқ жеп жүрген адамдар. Бір ортаға түседі, жұмысқа барады, оны елдің бәрі соңында мазақтап, жұмсап, құйрығынан теуіп деген сияқты сондай күйге түсіріп тастайды. Анау соған түсіп алады, өзін түсіп алады. Ол сол құрбан адамдар дейді екен. Ол әйелдердің ішінде көп кездеседі екен, әйелдер мындай екен да, күйеуінен кешке шейін таяқ жесе де, соны сөйтіп жүріп жүрген адамдар. Қарсылық та білдірмейді, былайша соған әуелі разы. Сондай типтегі адамдар болады екен. Ол енді кейбір еркектер бұның арманмен жүрген әйелі ғой. Бар. Мысалға тіпті бар ғой, мектептегі балалардың ішінде кезігеді. Ана буллинг деп айтады ғой, буллингтегі жағдайда шабуыл жасап, қысым көрсетіп, бір балаларды шектетіп тастайды мектепте. Мысалға сырттан бір бала оқуға келеді, басқа бір мектептен сен басқалар жан-жақтан қысып, ана не қылып, ана бейшара ана жерде жүре алмай, соңында келді мен бұл жерде оқымайын деп, жылап кетемін деп, сөйтіп жата шығады. Сонда көбінесе сол өзін құрбан сезінетін балалар сондайға ұшырайды екен. Ол іштегі сезім екен. Менің ішімде сондай сезім болса, ол мен барған жерімде өзім құрбанның рөліне еніп аламын екен. Екінші бұл тиран. Ол енді жаңағыдай адамдарды езгенді жақсы көретіндер. Қай ортаға келсе де сол әйтеуір ебіп тауып төбесіне шығып алады. Кішкене физически күшті жігіт болса, екі-үшеуін ұрып жығып, жаңағы өзінің позициясына шығады да, сол кешке шейін айтқанын істеткенді жақсы көретін адамдар. Бұл әсіресе бізде көбінесе еркек адамдар семьяда, еркек адамдар тиранның рөлінде болады да, әйелдер құрбанның рөлінде жүреді. Кейбір отбасыларда болады, әйел адам тиран болады да, ондайлар да болады. Бұлай күлкі сияқты болады да, бірақ ол былайша айтқан кезде бір мұсылмандық әдепке сай, мұсылмандық мәдениетке сай қарым-қатынас емес. Мысалға бізде кейбір мұсылман бауырларымыз еркек адам жаңағы әйел адамға басшы, қамқоршы деген аятты алып алады да, сол аятты өзінің әйелін езу үшін пайдаланады. Құранда айтылған біз қалды. Мәселен жоғарымын деп тең болғысы келмесе, әйелін өзінің бір тең санағысы келмесе, әйтеуір қалай болғанда да өзінен бір төмен ұстауға әрекет жасайтын болса, ендеше ол ер адам жаңағы жәбірлеушінің, тиранның рөліндегі адам болды. Өзін сол рөлді ұстап жүрді. Енді құтқарушы дегеніміз, бұл кісінің негізгі сипаты өзін бір герой сезінетін, және басқалар одан сұраса да, сұрамаса да, басқалардың ісіне араласа беретін, және сол араласу арқылы мен оларға құтқарып жатырмын, мен оларға былайша айтқан кезде пайда тигізіп жатырмын деп кешке шейін араласып жүретін құтқарушының рөліндегі адам екен.
ол былайша айтқанда сенен сұраса да сұрамаса да қой жейді сен қоймай араласа береді. өйткені айтады мен білемін, мен болмасам сендер құрып кетесіңдер. Мен білемін. Дейді екен да қоймай араласа береді. Ондай адамдар болады екен. Бірақ бұл да құтқарушы. Бірақ бұл да саналы ересек адамның ұстанымы емес дейді. Неге? Өйткені өзін сондай бір үлкен рөлге қойып алған. Былайша кезде басқалардан өзін үстем санап алған. Және оның ойынша ол болмаса, туысқандар арасында сондай адам болуы мүмкін да, мен болмасам бәрі быт-шыттан шығып кетеді. Үйде де сондай болуы мүмкін. Үйде де мысалы көбінесе әке сондай рөлді алуы мүмкін, немесе бизнесмен бір баласы сондай рөлді алып алуы мүмкін. Мен бәрін ұстап, мен болмасам бәрін құрып кетесіңдер деп, соны жаңағы болатын жерге де, болмайтын жерге де тұмсығын тығып деген сияқты араласып жүре береді. Олар құтқарушы дейді. Сондай адамдар болады. Кіре береді, қоймайды. Қоя тұр, сенен ешкім сұраған жоқ, сен де қоя береді олар. Тұрғылар атта кіріп кете береді екен. Сонда қарасаңыз енді осы жерде мына әсіресе біздің отбасылық өміріміздегі қарым-қатынасымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өнегесіне сәйкес дәрежеде ме, Құранда айтылған аяттарға, үкімдерге сәйкес келе ме, жалпы былайша айтқан кезде мұсылмандық мәдениетке сәйкес па деп өзіміз көп тексеруіміз керек. Өйткені біз әсіресе әкелер не тиранның, не құтқарушының рөлін өріп аламыз екен. Сөйтіп біз балаларымызға тиранды жасау керек. Бұл менің айтқанымды жүрсіңдер, мен білемін. Мен айтқанымды орындайсың, сонда ғана адам боласың. Сонда ғана сен жаңағы бір нәрсеге жетесің. Мен тыңдамадым, онда құрдым. Деген кезде онда да сол баланы басып, оның ешқандай жеке өзінің бір жан қалауын, бір өзінің бір арман тілектерін ойлауына, өз бетінше бір ой қорытып пікір айтуына мүмкіндік бермей қоятын әкелер бар екен. Мен білемін болды. Айттым болды. Деген сияқты ол өте абай болу керек. Соның жаңағыдай әйелмен қарым-қатынаста да осы мәселеде абай болу керек. Яғни соңғы сөз бізде болғанымен дұрыс болса да, дұрыс болмаса да менің сөзім соңғы сөз деген позицияда болатын болсаңыз, онда сіз тиран дәрежесінде өтесіз. Бұл қоғамда көп кездескен, және бұның ішкі бала кезде қалыптасып қояды екен бұның себебі ше. Бала кезде қалыптасады. Мысалға біз бала тәрбиесі деп айтып жатырмыз ғой. Сонда сіз балаңызды өзінің ойын айтқызбай кешке шейін аузын қаға беретін болсаңыз, бір пікірін айтып жатса, кішкентай бала сенен кім сұрады? Мысалы аузын жауып тастадыңыз, бірдеме айтты, оны мысқылдап басып тастадыңыз, күлкіге айналдырып жібердіңіз, немесе ұрсып тастадыңыз, сөйте беретін болсаңыз, ол бала мына құрбан рөліне түсе бастайды екен. Айтады екен, бұл кісілермен алысқаннан пайда жоқ екен, тек қана таяқ жейді екенсің, сөздесу дейді. Одан да сол бағырып тып-тырыс жүре берейін дейді екен да. Сондай күйге түсіп алса, сондай іштей өзіне бір тұжырым ұстанып бекітіп алатын болса, ол қандай ортаға басса да сол мінезбен жүре беретін болады екен. Осы жағынан өте қатты сақтану керек. 5 жасқа дейін патшалайық, 15 жасқа дейін құлша жұмса, 15-тен кейін өзіңе жолдастық дейді ғой. Сонда қарасаңыз 5 жас деп алатын болса, 5 жасқа дейін ол бала ғой. Ойын айта берсін. Мен бірден айтайыншы десе, айтып үйретесіз ғой. Иә, сөйлегім келсе балам, ұқсат па деп бір айтсам, сөйлегіміз саған мақұл деп айтамын, сол ойын деген сияқты әдебін үйретесіз. Бірақ еш уақытта оның ойын күлкіге айналдыруға, оны басып тастауға, сен не білесің деуге, көп сөйлейді екенсің деген сияқты әртүрлі сөздермен басып тастауға болмайды. Қыз балаға да сондай нәрсе істеу керек. Өйткені қыз баланы солай тәрбиелеп жүретін болсаңыз, ылғи басып тіпті соңына келгенде кейін күйеуінен таяқ жеп жүрсе де ешкімге айтпайтын, соның өзі бір ерлік көретін, бірақ шындығына келген кезде құрбан дәрежесіне түсіп кететін әйелге айналып қалу қаупі бар екен. Негізінде ақылға салсаңыз да, мұсылмандық әдепке салсаңыз да, енді әйел ұру деген сүннет емес қой ол. Бірақ сонда айтады, қазақтың сөзі екен, керемет сөз, бірақ соған лайық болсақ қойшы екен. Қазақ бүйтіп айтады екен, анаңа даусыңды көтерген күні дейді, әйеліңе қолыңды көтерген күні сен еркек емессің дейді. Сондай сөз бар екен. Бұл да бір енді әдептің шекарасы ол. Сол айтпақшыдай, негізінде ондай нәрседен тартынуымыз керек екен. Яғни біз кіммен қарым-қатынасқа түссек те, мен ешкімнен кем емеспін, және ешкім менен кем емес. Кім болса да өзіңмен жаңағыдай тең дәрежеде ұстайсың ғой. Мен ешкіммен кем емеспін, ешкімнің құлы емеспін. Ешкім де менен кем емес, менің құлым емес. Бәріміз бір Алланың ғана құлымыз. Әйелім де сол менімен тең, шынына келгенде ол да адам, балам да адам, кішкентай болса да адам. Деген осы қарым-қатынаста санамызға сіңіретін болсақ, сонда құрмет деген нәрсе сол кезде пайда болады екен. Жаңағы айтпақшыдай, тіпті соңына келген кезде
кәпір болсын, алғаш болсын, бір тәңірші болсын мысалы. Қазір мен тәңіршіні жек көреміз ғой. Мұсылман ретінде, иә? Дінімізді қорғаймыз деп жек көріп жатырмыз ғой. Бірақ біз оның адам ретінде болмысын емес, ана қате көзқарасын жақтырмауымыз керек екен. Адам мен адамның іс-әрекетін ажырату керек екен. Күнәһар мен күнәні бөліп алу керек дейді. Істелген күнә мен күнәһарды бөліп алу керек дейді. Яғни мағынасы адамды қандай қателік жіберсе де, оны адамдығы сыйлану керек, адамды құрметтеу керек. Қандай қате істесе де, күнәсін былайша айтқанда бөліп қарастырамыз дейді. Жек көрсек, күнәсін жек көреміз. Айыптасақ, күнәсін айыптаймыз, бірақ өзін айыптамаймыз. Сол сияқты балада да тәрбиелеген кезде тура осыны қолданамыз екен. Баламызға баламыздың қателігін баламыздың өзінің тұлғасынан бөліп алуымыз керек. Бала қателік жіберді, сен жаман баласың, сен оңбағансың, сен бұзықсың деген сияқты, сен оңбай кетесің деген сияқты, сен деп өзіне кіріп кетпеу керек екен. Просто сен мына әрекетің ұнамады маған, сен мына ісің мені уайымдатты, мені жаңағы ашуымды келтірді мені деп бөліп алу керек. Сонда дұрыс қарым-қатынас болады. Әйелімізге де қатысты сол. Әйеліміз қателік жіберді, ой сен деген сенім деген сен мына ісің, сен мына сөзің, сен мына қылығың маған ұнамады, шариғатқа сәйкес емес, осыны түзеуім керек. Бірақ сен емессің, сен оған емессің, сен негізі жақсысың, сен негізі қадірлісің деген сақтансақ өте бір керемет не бар. Мына Құнанбай киносын көрдіңіздер ме? Сонда бір керемет жері бар сол жерде. Қодарды жаңағы өлтіріп болғаннан кейін Құнанбай атына мініп кетіп бара жатқан кезде Қодардың бір туысы келіп шылбырына жармасады. Сөйтіп айтады, Құнеке мәйітті дейді ғой, мәйітті қайтеміз дейді. Білмей жатыр ғой, шариғаттан хабар жоқ қой, біле жатқаннан сұрап алады, не істеймін мен мәйітті? Сонда үлкен күнә жасады, күнәға лайық болып өлтірілді, енді мәйітті қайтеміз деген кезде Құнеке айтады, марқұмды дейді, өзіне лайық түрде жаңағы арулап жаназасын шығарыңдар дейді, сөйтіп жүргізді. Сонда марқұм деген сөз Алланың рахымы болсын бұл кісіге деген сияқты мағынада сөз ғой. Сонда сөйтіп айтады ғой, лайықты түрде жаназасын шығарып жерлеңдер деп сөйтіп айтып кетті. Сонда ана кісі бүйтіп айтады ғой, ай Құнекем дейді да, сыртыңмен жек көрсең де ішіңмен жек көрмесің дейді да. Сонда мен түсіндім ана жерде саған алып алғаннан кейін. Яғни Құнекем оның ана күнәсін жек көріп тұрса да, сол күнәсі үшін жазасын берсе де, бірақ ананы адам ретінде құрметтеп тұр. Мінекей осы нәрсені есте сақтасақ, біз мына үш қате ұстанымға, позицияға еніп кетуден өзімізді сақтаймыз екен. Яғни қандай адам болсын, кім болсын, діні қандай, түсінігі қандай, түрі қандай, жағдайы қандай қазіргі ештеңесіне қарамастан оны біз адам ісін бөліп алып қараймыз. Адамды ғана жәрдем береміз, ісін айыптаймыз. Ісін айыптап қана қоймаймыз, оны түзетуге шамамыз жетсе, соған үлес қосамыз екен. Сол қысқаша осындай дүниені біліп жүріңіздер, сондай нәрсеге ұрылып қалмаңыздар. Сөздеріңізбен, жаңағы істеріңізбен, балаларыңызға, әйелдеріңізге тирандық жасап жүрмеңіздер деп. Бұл екенін айтты ғой жаңағы, біз адам баласын ардақтап жараттық деп, бұл бүкіл адам баласын ардақтық негізі. Біз керек болатын болса, қай адамның соңының немен бітетінін ешкім білмейді. Өзіміздің соңымызға да жаңағы үміт пен қауіптің ортасында я Алла деп иқтина сирата мұстақим деп жүрміз күндіз. Сондықтан басқа адамға тәкаппарлық көрсету, ол жаңағы мыналардың біреуі есіне кіріп болады. Сол қысқасы бала тәрбиесінде сөздің түйіні балаларымызды шамамыздың жеткенінше мейірімге бөлеп, құрметке бөлеп, бір еркін қылып, үйімізде еркін болсын да. Негізі қазақтың қызы еркін болған ғой, қазақтың қыздарына, әйелдеріне басқалардың таңғалатыны өте еркін деп айтады ғой. Қазақ қызын төрге отырғызады деген сияқты соңашы. Еркін. Бірақ мынадай сөз бар екен, қыз төркіндеп келгенде төрге отырады деген сөз. Ол рас еді. Өзінің үйі да келін болып беретін жүрді. Өз үйге келін ғой, төр сенікі қызым. Сенің өзіңнің алтын босаған күшіған деген сияқты. Біздің қазақтың негізінде мәдениетінде ол балаға деген құрмет, баланы еркін өсіру, баланың ойы мен санасы деген нәрсе бар негізінде. Жаңағы 5 жас дегеннің өзі керемет өте қазір бүкіл психологиясын айтып жатыр ғой. Кішкентай кезде баланы жарақаттап қоймаңдар, кішкентай кезде қате ұстаным, қате тұжырым сіңіріп жібермеңдер санасы деп. Оны кейін шығару қиын болады депші.
бейсаналы түрде санасының ішінде бір бағдарлама сияқты жұмыс істей бермейді. Жақсы, алла разы болсын. Рахмет, сізге разы болсын.